Жетісу облысындағы мектептер мен Талдықорғандағы балалар үйіне білім күні қарсаңында жаңа 7 автобустың кілті табыс етілді. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 300 миллион теңге бөлінді. Соңғы үлгідегі қауіпсіздік құрылғыларымен жабдықталған 40 орындық бұл көліктер Кербұлақ, Сарыхан және Алакөл, Памфилов сияқты шалғай аудандардағы білім ошақтарына жөнелтілді. Жыл соңына дейін тағы 5 автобус сатып алынады. Қазір Жетісу облысындағы барлық елді мекенде оқушылар тасымалы ұйымдастырылған. Өңірде 2000-ға жуық оқушы мектепке осындай арнайы көліктермен қатынап оқиды. 69 елді мекенде бізде тасымалдау ұйымдастырылған, 1700-ге жуық оқушы тасымалданды. Негізінен бәр жерде көліктері бар, бірақ шетінен ескіріп, тозығы жеткен көліктерді біртіндеп қадамдап осы жаңа автобустармен алмастырып жатырмыз. Біз үшін биылғы оқу жылы жақсы жаңалықпен басталып отыр. Мінекей біздің орталыққа жаңа автобус беріп жатыр. Бұл автобустың ерекшелігі, ішінде бейне бақылауы бар, жаңа балалардың жаңа қорғайтын белдігі бар, артқы жағында авариялық шығатын есігі бар екен, және мүгедек балаларды арбамен кіргізе алады екенбіз. Біз өте қуаныштымыз.